Қайырлы күн, маған сенімі артып, бұл сабаққа қызығушылық танытқаныңыз үшін алғысым шексіз. Рахмет. Ондай болса, бірден сабаққа кірсек. Бүгін бізде бірінші сабақ жолдасыңызбен ұрыссыз сөйлесу, түсінік қалыптастыру туралы болмақ. Бұл видеолардың легі біздің нәзік жанды әйелдер қауымы, аяулы жар аналарға арналады және пайдалы болатынына мен кәміл сенемін. Ондай болса, жалпы бұл жолдасым менің тірегім атты 3 күндік 3 сабақтан тұратын мини-курста не болады, соған кішігірім тоқталайық. Яғни бүгін біз сіздермен жолдасымызбен бірге қарым-қатынасты дұрыстауды үйренсек, екінші күні енді біз қалауларымызды еркін айтып, қалайша сыйлық сұрауға болады деген сұраққа жауап берсек, үшінші күні сонымен қалай ер адамды өзгертуге болады деген сұрақтың да жауабына тоқталатын боламыз. Сонымен қатар сіздерге бонус беріледі. Бұл сабақтың астында қосымша материал ретінде тіркеліп тұрады, сондықтан барлығы болады, уайымдамаңыз. Ең басты ниетімізді түзілеп, сабағымызды бастайық. Бірінші сабақ болсын, басқа сабақтар болсын, барлығы осы әйел қауымында жиі кездесетін, яғни отбасы құрған, жолдасымен бірге қарым-қатынас барысында пайда болатын түсініспеушіліктер, яғни ол мені түсінбейді, жаңа тегін сабақта да атап өттік, бұл не үшін болатын, сөйлессек, енді сөйлесіп бастаймыз, қарым-қатынас құрғым келеді, қызықым келеді, сөйлескім келеді, бірақ енді сөйлесіп бастақ ұрысып қаламыз деген хаттарда көп келіп жатады. Осының мәнісі, немесе ортақ әңгімеміз жоқ, ол маған көңіл бөлмейді, сыйлық сыйламайды, ешқайда бірге бармаймыз, жаңағыдай үй шаруасына да көмектеспейді, бала да қарап көмектеспейді, немесе жаңағыдай аз ақша табады, немесе талпынбайды деген секілді проблемалар кезігеді. Бұл проблемалардың салдарынан өкінішке орай әйел адамда іштей қорқыныш пайда болады. Біз эмоционалдық тұрғыдан ер адамдардан өзгешеміз ғой, және бізде әртүрлі күйді, сезімдерді сезіну ол өте қатты сезіледі, денемізде болсын, эмоцияны шығару жағынан болсын, сондықтан да бізде түсініспеушілік пайда болған кезде бізде іште әртүрлі қорқыныштар пайда болса, ары қарай не болады, ұнатпай қалсақ не болады, анау болса не болады, соның барлығы уайым ұстап жүреді. Соның кесірінен өзіне сенбей бастайды, өзіне қарамай бастайды, немесе өзінің қалауларын кейінге қалдырып тастайды, ең бірінші баланы бірінші орынға қояды, жолдасын бірінші орынға қояды деген секілді салдары болып жатады. Дамымай қаламын, жалғыз қалып қаламын деген секілді сонда әртүрлі өзін таба алмай, мысалы, осындай қорқыныш уайымның астына қалғаннан кейін энергиясы да таусылып, шаршап, қазіргі таңда қарап жүрсе, қаншама мысалы түңіліп жүрген кейде қыз балаларды көресің, өкінішке орай. Яғни жалпы бұл 3 сабақтан тұратын мини-курс осы проблемалардың жалпы қалайша шешуге болады, соның барлығын қадам-қадаммен сіздерге айтып беретін боламын. Ондай болса кеттік. Тегін сабақта айтқандай, бұл проблемалардың, бұл салдардың барлығының түпкі астында негізінде не жатыр? Біздің ер адам мен әйел адамды бірдей теңдей көру. Бұл өте үлкен қателік, себебі біз екі түрлі жаратылыс деп солай қарауымыз керек. Яғни, әрине фото кішкене бір түрлі болғанмен жеткізгім келген ой, біз әртүрлі планетадан, немесе әртүрлі бір ғаламшардан келген екі адам өзара бір-бірімен бір байланыс құрып жататындай елестететін болсақ, бізде әлде қайда жеңілдірек болады. Басқа мысал келтіретін болсам, мен қазір сізге мысалы қазақ тілінде сабақ жүргізіп жатқаннан кейін сіз мені тыңдап тұрсыз, бірақ мен мүлдем сіз білмейтін бір тілде сөйлеп бастасам, мүмкін қытайша білмейсіз, мен қазір қытайша сөйлесем, немесе испанша, немісше, басқа да бір тілдерде сөйлесем, және сіз ол тілді білмесеңіз, сіз мені тыңдайсыз ба? Сіз мені түсінесіз бе? Әрине жоқ, мүмкін жестикуляциямен бір нәрсе сізге жеткізуге тырысатын шығармын, бірақ сіз тілді білмеген соң, сізбен мен бір сөйлесу қызық емес, бір ортақ әңгімеміз де болмайды. Одан басқа жалпы оның мағынасы кетіп қалады. Сіз ер адаммен сөйлескен кезде тура солай өзіңіз көз алдыңызға елестетсеңіз болады. Яғни ол басқа тілде сөйлеп жатқандай, мүлдем басқа бір планетадан келген секілді елестететін болсақ, онда біз енді онымен дұрыс қарым-қатынас құруға тырыса бастаймыз. Яғни ортадағы аудармашыны біз дұрыс өзіміз бола алатын болсақ, соған үйреніп алсақ, бізге әлде қайда жеңіл болады. Айырмашылық деп айтып жатырмын, ол қандай айырмашылық? Әрине физиологиялық, жаңағыдай психологиялық кішкене түсіндіруге
болатын болса, мен көбінесе миды танып жүргеннен кейін, миды зерттеп, оның функцияларын қарастырып, соларды түбегейлі зерттеп жүргеннен кейін сіздерге осы ми тұрғысынан айырмашылықты айтып берейін. Көптеген ғалымдар, яғни ер адам мен әйел адамның миында ең басында айырмашылық жоқ деген. Яғни ол кезде технологиялар да қатты дамымаған, енді кішкене салмағы азырақ немесе көлемі басқаша деген секілді ғана сыртқы сипаттамасы ғана болмаса, ішінде не болып жатқанын көбісі айта алмады. Бірақ соңғы 5 жылда технологиялардың дамығанның арқасында көптеген эксперименттер жүргізіліп, көптеген ғалымдар ер адамның миы мен әйел адамның миының ішінде айырмашылықтардың көп екенін күннен күнге табуда. Оның ең басты айырмашылықтарының бірі, біздің миымыз ол 2 жарты бөлікке бөлінеді. Бізде сол жарты миымыз бар, оң жарты миымыз бар. Әрине, ол жақта ақпараттар әртүрлі сақталады, дегенмен қалайда, мысалы сол жақты көбірек логикаға басым болса, мына жақта бізде креатив, бір мәдениет, сондай нәрсеге көбірек жақын. Енді қараңсаңыз, ер адамдарда бізде көбінесе миы қалай дамыған. Сол жарты миы жақсы дамыса, әйел адамдарда 2 миының арасындағы байланыс қатты дамыған. Сол себептен де әйел адамдар бір уақытта көп ақпаратты өңдеп, ойымызды ашық және тез айта аламыз. Яғни біздің алдымызға бір затты қойып қойса, біз оны 2 жарты шарымыздың ортасындағы байланыс қатты дамығанның арқасында біз ойымызды әртүрлі мидың бөлігінен қалаған заттарымызды айтып, өзіміздің ойымызды, эмоциямызды, сезімімізді сөзбен тез жеткізе аламыз. Және бір уақытта көптеген андай сипаттамаларды мида ұстап тұра аламыз. Өздеріңіз байқасаңыздар, жаңағыдай әйел адам жұмыс істеген кезде көбінесе үйде шаруасы болған өзінде де тамақ пісіргенде жоқ, мен қазір тек қана тамақ пісірем деп отырмайды ғой. Барады да кірін салып келеді, бір нәрсе қайнап жатқан кезде ыдыс аяғын жуып жібереді, бала ұйықтап жатқан кезде, яғни бір уақытта көп істі жасай алады. Себебі бізде 2 жарты шардың арасындағы байланыс жақсы дамығанның арқасында біз ақпараттарды тез өңдейміз, тез бөлісеміз, тез айта аламыз, тез сипаттай аламыз. Сол себептен де бізде жалпы бір нәрсені бөлісу, сипаттау онда қатты қиынға соқпайды. Ал енді ер адамның миына келетін болсақ, ол жақта негізінен сол жарты миы жақсырақ дамыған. Сол себептен де ер адамдар логикаға басымырақ дейді. Және ер адам, мысалы әйел адам бір уақытта көп ақпарат ұстай алатын болса, ер адам бір уақытта көбінесе фокусты бір ақпаратқа береді, бірақ ол өте терең қазалады. Яғни бір ақпарат отырып, анализ жасап, жан-жағынан тексеріп, түбегейлі бір фокуста ғана отыра алады. Яғни кейін оған бір затты сипатта деп айтса, ол әртүрлі затты алып ойын айта сала алмайды, ол ең бірінші анализ жасайды. Әртүрлі жан-жақтан сол аспектілерін зерттеп шығады, кейін өзінің ойымен бөліседі. Сол себептен де мүмкін ер жынысты жаңағыдай ғалымдар өте көп. Себебі олар бір проблеманы алады, бір нәрсені шешкісі келеді, және соңына дейін түбін түсіргенше соны зерттей береді. Және осы олар айт деген кезде сонша зерттегенін сипаттап көбінесе айта алмайды. 1, 2, 3, 4 факты логиканы айтып бітіре салады. Жақсы. Біз ең баста айырмашылықты түсіндік, бірақ оны өмірде қалай қолданамыз деген сұраққа жауап беретін болайық. Және әрине біздің миымыз мысалдарды қатты жақсы көреді, сондықтан өз басынан өткен оқиғамен бөлісейін. Яғни тегін сабақта айтқандай, мен ер адамдардың миын бұрыннан зерттеп келе жатырмын. Ол енді ми тұрғысынан зерттемесем де, жалпы олар қалай ойланады деген сұрақтарға жауап іздеген болатынмын. Және де осы нәрсені түсінгенде, яғни олар ақпаратты бірден өзінің ойындағын айтпайтын. Мысалы, бір уақытта көп ақпаратты мысалы бірден қамтай алмайды деген секілді айырмашылықтарын түсінген кезде, мен жолдасымен қарым-қатынасты сәйкесінше басқаша құрай бастадым. Жаңа балабақша мысалы деп тұр.
мен өзім 2 ұлым бар, арасы 1,5 жас қана, яғни погодки деп айтады ғой орыс тілінде айтқанда. Екеуінің жасы өте тығыз болғаннан кейін маған екеуі де өте кішкентай болған кезде қарау қиынға соққан, және де мен балаларды ертерек балабақшаға беруді ойластырып жүргем, Бірақ егер мен жолдасым мысалы жұмыстан келіп, аналар ол кезде мен декретте отырамыз біз, және жұмыстан өзі шаршап, ойындағы бір мәселені шешкісі келіп үйге келген кезде бірден келіп отырып, болды мен балаларды балабақшаға берім келеді, мен жұмыс істегім келеді, мен бүйтім келеді, анам келеді деп, менің миымдағында бүкіл ақпаратты бүйтіп бірден айта салсам, онда біздің арамызда түсініспеушілік болушы еді, Мен қалай істедім? Мысалы, бір отырған кезде жалпы балабақшаға қатысты ойын сұрадым. Яғни біздің балалар барады, бармайды, қандай балабақша, ол жақсы ма, жаман ба деген ешқандай ақпарат емес, мысалы ойын білуге болады. Яғни ол ойын айтты, сонымен мысалы әңгіме бітті деген секілді. Келесі күні жұмыстан келеді, мен мысалы балабақша туралы бір мақалалар немесе балаларға тезірек даму үшін үйде отырғаннан гөрі балалардың ортасы керек, яғни балалар өзара бір-бірімен егер ана бала не істеп жатыр деп көзімен көріп тәжірибе жинайтын болса, онда бала дамуы жақсырақ болады, яғни балабақша керек деген секілді мысалы мақаламен бөлістім, яғни мен бірден болды балабақшаға барамыз деген затты әлі айтқан жоқпын, көріп отырсыздар ма, ана кішігірім ақпарат берілді, келесі күні тағы бір ақпараттың бөлігі берілді, сөйтіп аз-аздан ақпарат бергеннен кейін мысалы бір күні мысалы енді сұрақ ретінде сұрауға болады, қалай қарайсың, балабақшаға беріп көрсек деген секілді, Сол кезде мысалы әлі емес, жоқ емес, көріп отырсыздар ма, яғни бізде ешқандай ұрыс не емес, түсініспеушілікпен ақырындап аз-аздан мен өзімнің қалауымды, мысалы жалпы қалайша бір шешімге келетінімізді асықпай соған келдік, Яғни біз балабақша туралы мен барып, жалпы сұрастырып, үйдің маңында қандай балабақшалар бар екенін білсем, қалай қарайсың? Әрине қара керек қой, егер орта керек болса, онда қарайық, берейік, көрейік, дұрысына берейік деген секілді, өйткені тәрбие өте маңызды ғой. Сосын, мысалы мен зерттеймін, келесі күні келген кезде ойын сұраймын, мына балабақшаны көрдім, қалай ойлайсың? Айтады, мысалы, ұнаса ұнады, ұнамаса ұнамады, немесе өзің көр дейді, или ертең барып көр деген сияқты. Ертеңгі күні мен барып көрдім, осындай екен, ертең бірге барып көрейікші деген секілді. Жақсы, ертең бірге барып көрейікші. Немесе демалыста, жолдасым демалыс болған кезде сол күні мысалы барып, балабақшаны көріп, ұнаған балабақша мысалы сипаттап, мақтап, енді әйел адам сипаттамаға жақсы ғой. Сөйтіп, мысалы ең аяғында жолдасым берейік деп, мен балаларым балабақшаға беріп бастадым. Яғни көрдіңіздер ма? Ер адам келген кезде, оған ақырындап бір сәтте бір ақпарат берген дұрыста. Сол кезде сіздер ақырындап сондай ақпараттарды бөліп беру арқылы кейін екеулеріңіз бір-бірлеріңізді жақсы түсіне бастайсыз. Ал егер мүлде мысалы сіздің миыңызда, әйел адам миы қандай, ол бір уақытта көп ақпаратты өңдей алады ғой, біз бәрін өңдеп тастаймыз да, оның барлығын бір уақытта жолдасымызға шығарып бергеннен кейін, ол миы андай қай ақпаратты бірінші алып, қайсын анализ етіп, қалай жауап берерін білмегеннен кейін, ол ұзақ ойланып қалуы мүмкін, Яғни қалай жауап берсем, жалпы балабақша дұрыс па, ол дұрыс емес па деген секілді өзі бір ойға түсіп кетсе, әйел адам сырттан қарады, айтады, ешқандай үндемей отыр, ешқандай реакция беріп жатқан жоқ, бұған жалпы мүлдем қызық емес, оған бәрібір деген секілді әйел адам ренжіп қайтадан отырып алуы мүмкін, Ал негізінен ол жауап бергісі келген жоқ, ол миы ақпаратқа толып қалды, қандай жауап берерін білмей қалуы мүмкін, Сол себептен бүгінгі сабақтағы ең басты, қазір инсайт деген өте керемет сөз бар ғой, сіздерге айтқым келген, жеткізген ой, ер адаммен жақсы дұрыс түсінік қалыптастыру үшін, ұрыссыз сөйлесу дедік қой, жаңағыдай бірден бүкіл ақпаратты беріп аяғынан ұрысып қалғаннан гөрі асықпай, яғни ер адам миы қалай жұмыс жасайды, олар ақпаратты аз-аздан қорытып, соны жан-жақты зерттеп, сосын белгілі бір шешімге ойға келеді, Сол себептен сіз ақпарат берсеңіз де бірден жауап күтпеңіз. Кішкене ойлануға уақыт беру керек, кейін ойланып болғаннан кейін жауап берген кезде, сосын біз, мысалы, керісінше басқа бір ойды беруіміз керек, Сол себептен
мына суретте көрсетіп отырғандай, егер адамның миында ақпарат қорытылып жатқанша, сіз оның үстіне басқа тағы да ақпаратты қойып, кейін ол сізді түсінбей, сіз оны түсінбей, қайтадан ұрысқа кетіп қалмау үшін ақпаратты бөліп бергеніңіз абзал. Осы тұрғыда қазір кейде мен қарым-қатынас туралы айтып жатқан кезде, неге мен оны түсінуім керек, неге ол мені түсінбеске деген секілді айтуы мүмкін. Әрине, сіз егер оны қарым-қатынасты жақсартуға тек қана одан өзгерісті күтіп отырсаңыз, онда сіздің қарым-қатынасыңыздың жақсаруы ол кейінге қалып қалады, Ол кейінге күтіп отырғаннан гөрі, қазір сіздің қолыңызда не бар, сіз қалай әсер ете аласыз, соны қолдану арқылы қазір жақсарта алғанның әсерінен кейін ол да сізді түсіне бастайды. Оны біз басқа алдыға уақытта өнімдерде курстарында айтатын боламын. Дегенмен сіздің дәл қазір түсіну керек ақпаратыңыз бұл ақпаратты аз-аздан беріңіз. Көбінесе ұрыс болып қалатын себебі де, әйел адам күні бой эмоция жинала береді ол бізге. Сосын біз аламыз, оның барлығын бір сәтте шығарып тастаймыз. Анау андай болды, мынандай болды, мен сосын бұлай жасап едім, сосын анаған жауап бердім, анау хабарласты. Немесе ақшаға келетін болса, балаға қысқы аяқ киім алу керек, ананың несін төлеу керек, мектебінен сұрап жатыр, ана апайы сұрап жатыр, үйге мынау керек еді, кран сынып қалды, анау шегені соғу керек деген секілді көп зат айтқан кезде қайсынан бастарын білмей қалады. Сіз асықпаңыз. Мысалы, үй жұмысына келетін болсақ, сіз барлығын қатарынан айтпаңыз. Барлығы күйіп андай күтіп тұруы мүмкін, бірақ сіз мысалы кран жөндеу керек па, тек қана соны ғана айту керексіз да. Сізде басқа жақта 1040 дүние мысалы көңіл талап етуі мүмкін, бірақ сіз тек қана бір зат айтасыз. Келесі күні ұмытып кетсе, қайтадан есіне түсіре салыңыз, мысалы кран жөндеу керек еді деген сияқты. Немесе өзің жөндейсің ба, әлде мастер шақырайын ба деген секілді. Ол біраз ойланады, сізге жауабын береді. Яғни сіз оны басқа ақпаратпен әлі қинаған жоқсыз. Кейін соны жасап болғаннан кейін бір шешімге келіп оны аяқтаған соң басқасын ашып, соны айтсаңыз болады. Сөйтіп ақырындап, аз-аздап біз түсіністік қалыптастырып, еркін сөйлесетін боламыз. Ондай болса, жалпы бірінші сабақтың қорытындысы осы. Келесі сабақта осыны сіз түсініп, бүгіннен бастап, дәл қазірден бастап жолдасыңызға сөйтіп бөлісіп, яғни ақпаратты бірден бермей, аз-аздан беріп көріңіз, өзіңіздің ойыңызбен бөлісіңіз, маған кері байланыс беріңіз, Ал келесі сабақта, екінші сабақта мен сіздерге қалауларды қалай еркін айтуға болады, көмекті сұрап үйрену туралы айтатын боламын. Ондай болса, келесі сабақта көріскенше.